Үш аю ертегісі. Ертеде бір кішкентай қыз болыпты. Бірде ол орманға барып адасып кетеді. Қайтар жолды іздеп жүріп, қалың ағаштар арасында тұрған ескі үйге кезігеді. Есігі ашық тұр екен. Қыз ішке кіреді. Бөлмеде ешкім көрінбейді. Жалпы бұл үйде үш аю тұратын. Ең үлкені әкесі, одан кейінгісі шешесі және олардың баласы кішкене қонжық. Үшеуі бұл кезде орман аралап серуендеп кеткен. Бөлме ортасында үлкен ағаш үстел мен үш орындық тұр. Үстел үстіне ас құйылған, үш ыдыс қойылған. Олардың біріншісі үлкен табақ, екіншісі орташа табақ, үшіншісі кішкене көк табақ. Әр ыдыстың қасында қасықтары жатыр. Қыз ең үлкен қасықты алып, үлкен ыдыстағы тағамның дәмін татады. Астың дәмі ұнамайды. Содан кейін орташа қасықпен екіншісін, кішкене қасықпен үшіншісін көреді. Бәрінен де оған көк табақтағы ас ұнайды. Қыздың қарны аш еді. Енді ол отырып тамақтану үшін өзіне орындық таңдайды. Ең үлкен орындық әкесінікі, одан кішірегі анасынікі, ал үшіншісі қонжықтікі. Кішкентай қыз ең үлкен орындыққа шығып, одан құлап түседі. Ортаншысына мініп еді, ыңғайсыз көрінеді. Көңілінен шыққан тек үшінші орындық болады. Қыз қонжықтың орындығына отырып, көк табақтағы тамақты ішіп алады. Қарны тойған ол кішкентай орындықты ары-бері шайқап ойнайды. Ақырында оны сындырып, өзі жерге құлайды. Қолымен қонжықтың қасығын қағып жібереді. Қасық ұшып барып, бұрышта тұрған сандықтың астына кіріп жоқ болады. Қыз орнынан тұрып, келесі бөлмеге кіреді. Бұл жерде үш төсек бар екен. Ең үлкені әкесінікі, ортаншысы шешесінікі, ал үшіншісі қонжықтікі. Қыз ең үлкен төсекке шығады. Бұл оған тым үлкендік жасайды. Одан түсіп ортаншысына жатады. Ол биік көрінеді. Ыңғайлы болғаны үшінші төсек. Қатты шаршаған қыз осы қонжықтың орнына жатып, тәтті ұйқыға батады. Бұл кезде орманды аралап шаршаған әрі қарындары ашқан аюлар үйлеріне оралған еді. Ішке кірген олар алдымен тамақтанбақшы болады. Ең үлкен аю өз табағына қарап, жуан даусымен: «Менің ыдысыма тиіскен кім?» деп ақырады. Ал шешесі өзінің ыдысына қарап: «Менің тамағымды орнынан қозғалтқан кім?» дейді ашуланып. Кішкене қонжық жіңішке даусымен: «Менің тамағымды мүлдем ішіп қойыпты» дейді көк табақты қолына алып. Үлкен аю енді үлкен қасығын ұстап: «Менің қасығыма тиіскен кім?» деп ақырады жуан даусымен. «Менің қасығымды орнынан қозғалтқан кім?» дейді шешесі қонжық жіңішке даусымен. «Ал менің қасығым жоқ» дейді жан-жағына қарап. Әкесі: «Кім менің орындығымды қозғалтқан?» дейді зор даусымен. Шешесі болса: «Ал менің орындығыма отырған кім?» дейді налып. Оның даусы үлкен аюға қарағанда жайырақ шығады. «Менің орындығымды біреу тепті, сындырып тастапты» дейді қонжық жыламсырап. Аюлар ішкі бөлмеге кіреді. «Менің төсегіме жатқан кім?» дейді әкесі ақырып. «Ал менің төсегіме шыққан кім?» дейді анасы басын шайқап. «Ой, менің төсегімде біреу жатыр» дейді қонжық таңғалып. Аюлар қонжықтың төсегіне жақындайды. Маужырап ұйықтап жатқан кішкентай қызды көреді де, үшеуі жамырап: «Қара мұны, ұстаңдар, ұстаңдар, ұста оны» деп айғайға басады. У-шудан оянып кеткен қыз жанында тұрған үш аюды көреді. Қатты қорыққан ол ашық тұрған терезеден жерге секіріп түседі. Алды-артына қарамай қаша жөнеледі. Қызды ұстай алмаған әкесі, шешесі мен қонжық үшеуі артта қалады.